Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар, барлықтарыңызға кеш жарық. Украина соғысының жаңалығын күтіп елеңдеп отырған боларсыздар. Жұмысымыздың қауырт болуына байланысты сіздерге уақытында ақпарат жеткізе алмай жатырмыз. Десе де, бүгін аттың жалы түйенің қолында болса да, сіздерге Украина соғысының жаңалығы туралы бір-екі ауыз ақпарат бере кетуді жөн санадық. Ресей билігі ресми түрде Украинаның шығысындағы 4 облысты өзіне қосып алғаннан кейін Украин қарулы күштері Ресей шапқыншыларына болған соққыны үдетті. Осының нәтижесінде Украин қарулы күштері соңғы бір апта ішінде Донецк, Луганск және Херсон облысында көптеген елді мекендерді азат етіп, алға қарай ілгеріледі. Батыс ақпарат құралдарының мәліметіне қарағанда, Украин қарулы күштері Херсон бағытында 40-50 шақырым алға ілгерілесе, Донецк, Луганск тарапында 25-30 шақырым алға ілгерілеген. Бүгін Украина президенті Зеленский ресми түрде мәлімдеме жасап, Украин қарулы күштерінің Херсонның оңтүстігіндегі көптеген елді мекендерді азат еткенін мәлімдеді. Бірақ Украина президенті азат етілген елді мекендердің атын атаған жоқ. Херсонның оңтүстігіндегі көптеген елді мекендердің қолдан кеткенін Ресей билігі де мойындады. Яғни, бүгін Ресей қорғаныс министрлігі Херсонның оңтүстігіндегі бір бөлім елді мекендердің қолдан кеткендігін, уақытша басып алынған өңірлердің алдағы уақытта қайталай азат етілетіндігін мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, Ресей билігі Украинаның шығысындағы 4 облысты ресми түрде басып алғаннан кейін, Украин қарулы күштері азат еткен өңірлерді уақытша басып алынған аймақ деп атап жатыр. Соңғы дерекке қарағанда, Украин қарулы күштері қазір Херсонның түбінде ұрыс салып жатқан көрінеді. Батыс ақпарат құралдарының дерегіне жүгінсек, Украин қарулы күштері жағдайда елеулі үлкен өзгеріс болмаса, алдағы 1-2 күн ішінде Херсонды азат етуі мүмкін. Алайда Ресей шапқыншы күштері де Херсонды қолдан беріп қоймау үшін бұл өңірдегі әскер санын, техникасын еселеп молайтып жатқан көрінеді. Алайда Ресей шебін қанша күшейткенімен, батыстың озық қаруларымен қаруланған Украин қарулы күштері қазір Ресей шапқыншыларына дес бермей тұрғаны анық. Осыған байланысты Ресей билігі бір жағынан алыс аралыққа атылатын зымырандары арқылы Украинадағы маңызды нысандарға соққы берсе, екінші тараптан біз ядролық қаруды қолдануымыз мүмкін деп сес көрсетіп отыр. Батыстың да алаңдап отырған басты мәселесі осы. Өйткені Ресей армиясы қазір шегіне соғыс алып келеді, яғни үлкен жеңіліс үстінде. Егер қара тұяғынан қал кеткенін Ресей билігі сезетін болса, Украинаның шығысында атом қаруын қолдануы мүмкін деген болжамда айтыла бастады. Осыған байланысты Еуропадағы 40 шақты мемлекеттің басшылары алдағы уақытта, яғни 6-7 қазан күні Прагада бас қосып, Ресейдің Украинаға жасауы мүмкін ядролық соққысының алдын алу және оған төтеп беру мәселесін талқыламақ. Әрине, Ресейде бұл атом қаруын тектен-текке қолданбайды. Бір ғана мүмкіндік шарасыздықтан қолдануы мүмкін, өйткені қазір Ресей үлкен жеңіліс үстінде. Кейбір ағайындарымыз бұнымен келіспейді. Себебі олар қазірге дейін Ресей өзінің күшін толық көрсеткен жоқ, Украинаға толық соғыс ашқан жоқ. Қазірге дейінгі 8 айдан бері жасап жатқаны тек әскери операция ғана. Егер Украин қарулы күштері Ресей қосып алған 4 облысқа шабуыл жасайтын болса, бұл Ресейге соғыс ашқандық болады да, Ресей өзінің осыған дейін қолданбай келген негізгі қаруларын қолданып Украинаға соққы береді. Яғни Украинаны енді шайнамай бүркеттейтін сияқты болжамдар жасайды. Бір ауыз сөзбен айтқанда, Ресейде қазір атом қаруынан басқа күш қалған жоқ. Мүмкін биологиялық, химиялық қарулары бар шығар, ал қалған қару жарағын, басқа әскери мүмкіндігінің көбін Украинада пайдаланып болды. Ұлыбритания барлаушыларының мәліметіне қарағанда, Ресей қазірге дейін өзінің әскери күшінің 80%-ын Украинада пайдаланған. Керек десеңіз, әлемдегі ең озық қарулардың бірі саналатын дыбыстан да тез қаруын Ресей осыдан бұрын қолданды. Алайда Киевке бағыттап атқан осы қаруы Киевтің түбіндегі бір жанармай бекетіне барып түсті. Демек, қазір анау айтқандай Ресейдің жасырып отырған ешқандай мүмкіндігі қалған жоқ. Егер Ресейдің өзінде соншалық қуатты қарулары тұратын болса, Солтүстік Кореядан қару-жарақ сатып аламыз деп өтініш бермес еді, Ираннан ұшқышсыз ұшақтар сатып алмас еді. Демек,
Ресей барлық мүмкіндігін пайдаланып болды, тек қана қолында атом қаруы қалды. Қазір батысты алаңдатып отырғаны Ресейдің осы бір ғана мүмкіндігі. Дегенмен Ресейде ол мүмкіндігін байқап пайдаланады. Егер Ресей атом қаруын қолданатын болса, бұл бүкіл әлемге ықпал жасайды. Өйткені екінші дүниежүзілік соғыстан кейін атом қаруы қолданылмаған, өздеріңіз білесіздер. Енді міне атомды бейбіт мақсатта пайдаланамыз және атом қаруын бет алды кеңейтпейміз деген шартқа қол қойған Ресейдің осы қарумен бір елге құқай көрсетуі және осы қаруды пайдаланып бір елдің жерін жаулап алуға сұқтануы бүкіл халықаралық нормаға қайшы. Демек, Ресей алда-жалда атом қаруын сілтейтін болса, бұл Ресейдің де өз түбіне өзі жеткендігі саналады. Ықыластарыңызға рахмет. Бүгін айтарымыз осы. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.